бір жігіт өміріне осындай шағымдана береді екен. Неге кедеймін, неге ондай жоқ, неге неге машина білмеймін, неге үй соқпаймын деп айта береді екен да. И дұғасында көп айтады екен соны. Сөйтіп түсінде адам кейпінде бір періштені көріпті жаңағы кісі. Әңгімелесіп, сен ба күніге Аллаға шағымдана беретін деген ғой. Енді деп айтқан ғой түсінде. Жақсы депті. Онда депті, сен неңді шығарамыз депті. Көзің сатасың ба деген ғой. Көзін қаншаға бағалайсың деп сұрады дейді түсінде дейді. Аузына сыйған айт деп айтады дейді. Ана жігіт айтады, мен айта алмадым дейді. Көзімнің көріп тұрған мынау жанарын құнын қоя алмадым дейді. Айт енді бір суманы қанша? Айта алмадым дейді. Аяғыңды қаншаға сума бағалайсың? Оны да айта алмадым дейді. Енді бар ғой сумалар, айта алмадым ешқайсы дейді. Ол ойымдағы суманы қарасам, ол аз болып тұр дейді да аяғым алдында. Көзіме бір суманы айтайын десе, бір санды. Ол аз болып тұр дейді. Яғни көзім одан да қымбат екенін мен біліп тұрмын дейді. Сөйтіп бүткіл мүшесін ана нетіп шыққан ғой ана жерде. Соңында айтты дейді, сен бай адам екенсің ғой дейді. Шошып ояндым дейді. Тұрдым да Аллаға тәубе етіп кешірім сұрадым дейді.